Bir орыс келіп еді, орысша сөйлеп кетті ғой дейді. Не істейік енді? Жаман ба не? Неге осы патриот болмайтын кезде сіздер патриот боласыздар? Сенің, мысалы, қазақша түсінбейтін біреуді, сен, мен өзінше патриот болып сөйлейміз ба? Сенің атыңның өзі ал, қазақша ат емес ал, оған тиісейік онда тәңірші болып, дұрыс па сол? Бір-бірімізге соны сөйте білсе жақсы емес пе? Сенің қазағың емес пе сол? Түсінбей жүрген. Онда оған ерегісіп сөйлейін ба? Сол мықтылық бола ма, сол даналық бола ма? Өткенде біреу я с Дагестана, ответьте вопрос деп Кавказда екен, сұрап жатыр да, мен оған жауап беріп өліп жатсам, орысша біреу сен сияқты біреу жазады. Қазақша сөйле деп. Ей, сенің жаман, жақсы емес, жаман молдаңнан, Дагестанда былай молда. Содан сұрамай, жаман қазақтың молдасынан сұрап жатыр. Маған жауап беріңізші деп. Мен соған жауап беріп жатсам, мына жақта сен сияқты бір қисық біреу тұрып алып, қазақша сөйле деп. Сенің өзің бір патриот болмайтын жерде, извините, я закончил русскую школу дейді. Не істейік осыған, тиісейік пе енді соған? Осы тыңдаған рахмет айтпайсыңдар. Неге біз бір-бірімізді шұқып, бір-бірімізді басып, бір-бірімізді еркекті көтеру үшін әйелдерді жаншып, әйелдерді көтеру үшін еркектерді аяққа таптап, қазақты көтеру үшін орысқа тиісу керек болсаңда обязательно? Талғат деген қазақтың баласы енді түсінбей жатыр. Тыңдағанына жақсы сөзге неге қуана алмайсыз? Біз сондай ет теріміз тарылып жатыр. Біз түбің жақсы болмайды осылай адамдардың. Гарантия берем жақсы болмайды. Қайта кең атан қазақ формула берген емес пе? Кең болсаң кең болмайсың ей. Адам дұрыс түсіну керек. Жақсылыққа бет бұру. Қазақша үйренеді бұйырса. Біріңді қазақ, бірің дос көрмесең істің бәрі бос деп атан қазақ қысқа ғана формула беріп қойған жоқ па? Бір-бірімізге жәрдемші болайық та, тыңдап жатыр екен. Ол анау орысты тыңдап жатқан жоқ, ана Синеликов деген келген өткенде біреу. 60 мыңнан 100 мыңнан беріп тыңдады. Сен соны айтпайсың ба пысық болсаң? Қазақшылай екенсің. Қазақтың әйелі бар, еркегі бар, орысқа барып, бәленбай мыңға барып тыңдады. Әлеудинов деген келіп жатыр еді, оған айтар ана Украина туралы сөйлетті, оны кіргізбей қойдық. Енді басқалар келіп жатыр, жындығып жатыр. Не істейік енді? Міне біздің жарымайтын адамдардың деңгейі осылай болады. Осылайды біліп жүріңіздер. Бұл ұлтжандықты көрсетпейді. Бұл ұлтқа деген ерегісті көрсетіп, түбі бір-бірімізді жауғып, бір-бірімізді шұқып өлтіргенді көрсетеді. Бола нәрсе болды. Сондықтан олай жасамаңыздар. Кең болайық, бір-бірімізге бауырмашыл болайық. Сөйтіп ортаға қосайық оны, ағайын қылайық. Сөйтіп ел боламыз. Бір-бірін шұқып, нан білесің бе, нан не дейсің, онда қой оны. Не қыласың? Мен білем деп атқан жоқпын ба, бәрі қылсам, білмейтін нәрсем көп. Бірақ білгенімді айтамын. Сондықтан ана жақтан естіп алып, бір ұстаздағын маған айтып, менікін оған барып тығудың қажеті жоқ. Ана патриоттық оянбайтын жерде оянып, ана тақуалық оянбайтын жерде оянып, наурызға тиісіп, сотталып, алдыңғыларына іс қозғалып жатыр. 100 мыңнан 200 мыңнан штраф төлеп. Сондықтан тіл тигіземін болса, тыныш жүрген дұрыс.